Бәләд сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Мынау қалаға, қасиетті Меккеге серт. Уа елшім, сен осы қаланың қасиетті болуына мол үлес қосқан тұрғынысың. Сондай-ақ, қадірлі әке Ибрахим мен қадірлі перзентке, яғни Ибрахимнің ұрпағы Мұхаммедке серт. Шын мәнінде, біз адамзатты машақат пен сынаққа толы өмірге жолдадық. Адам баласы өзіне ешкімнің күші, құдіреті жетпейді деп ойлай ма? Мен қисапсыз мал дүние тұтындым деп мақтанады. Әлде ол өзін ешкім көрмей тұр деп ойлай ма? Біз оған көрсін деп екі бірдей көз бермедік пе? Сөйлесін деп бір тіл, қос ерім бермедік пе? Сондай-ақ оған жақсысын ұстанып, жаманын тәрк етсін деп екі жол көрсетпедік пе? Алайда ол қиын белестен асу үшін қажыр қайрат жұмсамайды. Қиын белестің не екенін білесің бе? Қиын белес бір құлды немесе тұтқынды азат етіп, бостандыққа қауыштыру. Яки қиын қыстау шақтарда ас-ауқат беріп тойдыру. Туыстығы бар жетімді немесе топырақты төсеніш, аспанды жамылғы еткен үйсіз күйсіз қамкөңіл пақыр міскінді тойдыру. Содан соң шынайы түрде иман келтіріп, бірін-бірі сабырлы болуға және мейірімді болуға шақырып, игі кеңес беретіндерден болу. Міне, сол амал дәптерлері оң жағынан берілетін бақытты жандар. Ал аяттарымызға сенбейтіндер болса, олар амал дәптерлері сол жағынан берілетін бейбақтар. Олардың жазасы өздерін толықтай орап алатын, жалын атқан отта жану болады.